Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Бүгін мен сізге дана ойлар туралы айтатын боламын. Ең маңыздысы жан дүниеңізді ретке келтіру, тәртіпті сақтау, шағымданбау, кінәламау, ақталмау. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Шын мәнінде. Бәрібір өмір сіздікі ғой. Сіз қаншалықты дұрыс болсаңыз да, әйеліңіз жылап тұрса, оның қандай пайдасы бар? Сен қандай ақша құмарсың, достым? Есте сақта. Ақшаға сатып алатының бәрі арзан болады. Оптимистердің армандары орындалады, пессимистердің қорқынышты түстері. Адамзаттың ең үлкен ақымақтығы қорқыныш. Әрекет етуден, сөйлеуден, мойындаудан қорқу. Біз әрқашан қорқамыз, сондықтан жиі ұтыламыз. Мен достарды ұрыс керістерде жоғалтамыз деп ойладым. Ал олар істерге, ақшаға және уақытқа сіңіп кетеді екен. Мәселелер сізді депрессияға салып жібермей, әрекет етуге итермелеуі керек. Өзіңізді сұрамағандарға көмектесуге асықпаңыз. Сұрамағандарға кеңес бермеңіз. Өзіңізді, сөзіңізді, ойларыңызды бағалаңыз. Шыншылдық пен адалдық бұл қымбат сыйлық. Оны арзан адамдардан күтуге болмайды. Адамдар әрқашан жағдайдың күшіне кінә артады. Мен жағдайлардың күшіне сенбеймін. Бұл әлемде тек өзіне қажетті жағдайларды іздейтін адам ғана табысқа жетеді. Егер таба алмаса, оларды өзі жасайды. Ақша өмірдегі ең басты нәрсе емес, бірақ мұндай ақымақтықты айтпас бұрын оларды табуды ұмытпаңыз. Сөйлеуді үйрендің, демек өстің. Үнсіз қалуды үйрендің, демек ақылды болдың. Әлем жұмыс істемей ақша тапқысы келетін жалқаулардан және байымай жұмыс істеуге дайын ақымақтардан тұрады. Топтан кету ешқашан кеш емес. Арманыңыздан айнымаңыз, мақсатыңызға ұмтылыңыз. Адамдардың 2% ойлайды, 3% ойлайтынын ойлайды. Ал 95% адамдар ойлағаннан өлуді артық көреді. Тамаша күйеу өзінің тамаша әйелі бар деп санайтын ер адам. Біз бақытты өндірмей тұрып, оны тұтынуға құқылы емеспіз. Егер сізде алма болса, менде де алма болса, және біз бұл алмаларды айырбастасақ, онда сізде де, менде де бір алмадан қалады. Ал егер сізде идея болса, менде де идея болса, және біз идеяларды айырбастасақ, онда әрқайсымызда 2 идеядан болады. Өмір ақылды болғысы келмесе үйретпейді. Ер мен әйел арасындағы достық бұл бұрынғы немесе болашақ махаббат қарым-қатынасы. Егер оны қалай түзету керектігін білмесеңіз, қателіктерді көрсетпеңіз. Менің күлкілі әзілдерім шындықты айту. Бұл әлемде одан күлкілі ештеңе жоқ. Ешбір еркек әйелге тұрмайды, егер ол шынымен жақсы әйел болса. Демократия бұл сіздің басыңызда ілулі тұрған әуе шары. Және басқалар сіздің қалталарыңызды ақтарып жатқанда сізді жоғары қарауға мәжбүр етеді. Діндер көп, бірақ бір ғана, 100 түрлі кейіпте. Жақында мен керемет жаңалық аштым. Ақымақтар біздің жауларымызды сүюге бұйырады. Өйткені бұл махаббат оларды жерге тығады. Ақымақтарды олардың ақымақтығына сәйкес басқару керек, ал оларда жоқ, ақылға сәйкес емес. Мұз қаншалықты жұқа болса, соғырлым ол қаншалықты көтере алатынын білгісі келеді. Сіз ашуланған әрбір минутта 1 минут бақыт жоғалады. Адамдардың даналығы олардың тәжірибесімен емес, тәжірибеге деген қабілетімен өлшенеді. Өмір тым қысқа, оны шындап қабылдауға. Кейбір адамдар әлемге қарап неге деп сұрайды, ал басқалары қарап неге болмасқа деп сұрайды. Өтірікшінің жазасы оған ешкім сенбейтін болады емес. Ал өзі ешкімге сенбейтін болады. Корольдер туылмайды. Олар жалпы қате түсінік нәтижесінде болады. Жақсылық күнәдан бас тартуда емес, күнәні қаламауда. Егер шкафтағы сүйектен құтыла алмасаңыз, оны билете салыңыз. Бостандық жауапкершілікті білдіреді. Сондықтан көптеген адамдар бостандықтан қорқады. Мен шошқалармен күресудің қажеті жоқ екенін бұрыннан білдім. Ластанып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар оларға рахат сыйлайсыз. Біздің әлемде қауіп әрқашан одан қорқатындарға төнеді. Өмір өзімді табудан емес, өзімді жасаудан тұрады. Үнсіздік бұл менсінбеудің ең тамаша көрінісі. Жақын адамға деген ең үлкен күнә бұл жек көрушілік емес, бейжайлық. Міне шындық,
адамгершіліксіздіктің шыңы. Енді біз құстар сияқты ауада ұшуды, балықтар сияқты су астында жүзуді үйрендік. Бізге тек бір нәрсе жетіспейді. Адамдар сияқты жерде өмір сүруді үйрену. Егер күлкілі болудан қорқатын болсаңыз, коньки тебуді үйренбейсіз. Өмірдің мұзы сырғанақ. Біздің бақытсыздықтарымыздың құпиясы, біздің ойлануға уақытымыз бар. Бақыттымыз ба, жоқ па? Көп қателіктер жіберген өмір. Тек асыл ғана емес, сонымен қатар ештеңе істемеген өмірден пайдалырақ. Құдай әрқашан жаратылыста. Барлығы болжайтын нәрсе құпияда жақсы сақталады. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын, күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.